Қазір айтып алайық, 15-нен кейін айта алмаймыз ау айтатын нәрселерімізді мына билікке. Мынау көріп жатқан шығарсыздар әлеуметтік жерде қазір біз сенім артып жүрген депутаттарымыздың бетперделері ашылып жатыр ма? Суға отырып жатыр ма? Әрине, ол алғашқыдан белгілі нәрсе ғой, ол системаның адамдары екен, сол биліктің адамдары екен, бірақ өзекті сұрақтарды көтеріп жүрген кезде, сол кезде кішкене не деп ойлайсың да, надежда дейді ғой, енді сондай бар ма деп. Бірақ өкінішке орай ол системаның адамдары сондай болады, бетперделері ашылады. Олар бізді, депутаттарды айтып жатырмын, сөйлеген кезде қатырады. Тек қана популизммен ғана айналысып жүр ме деп ойлап қалдым ғой. Олардың аттарын айтпай қойын, білесіздер. Қазір тағы да жала жау жүруі мүмкінді. Қазір ойбай сен сөйдедің, бүйдедің, қазір жаңа конституциямен сені бүйтеміз, сөйтеміз деп. Бұл енді әрине ол конституция әлі қабылданған жоқ. Ешкім жеңілген жоқ та, жеңген жоқ та. Бірақ қарапайым халық өте жаман жағдайға түсе ме деп тұрмын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Мынау депутаттарымыз сайрап жүрген қазақ тіл үшін де жеңілді, супер президентский властьқа да иә деді, бәріне де иә дей салды ғой. Білмеймін не қайда бара жатқанымызды. Бұл енді таза мен өзім ойым, пікірім, азаматтық құқығым айту осындай. Мынау жаңа заң шықпай тұрып